Антропик деп аталатын алдыңғы қатарлы жиі компаниясын басқаратын танымал технологиялық бас директор Дарио Амодей бүгін кешке жиыдың жақын арада жұмысқа орналасуға ықтимал әсері туралы және еңбек нарығында сезілуі мүмкін болатынын дабыл қағуда. Оның айтуынша, жиі медицинада керемет жетістіктерге әкеліп, экономиканы көтере алады. Оның пайымдауынша, бұл үрдіс келесі 1 мен 5 жылдың ішінде жұмыссыздықтың санын 10 мен 20%-ға көтеріп, төменгі деңгейдегі ақшақалылар жұмыс орындарының жартысының жойылатынына әкелуі мүмкін. Бұл мәселе техникалық ортада біраз уақыттан бері талқыланған, бірақ соншалықты ашық және көпшілік алдында сирек қозғалған тақырып. Мен Дарио мен эфирдің алдында осы тақырыпты қозғап, және оның ойынша жиі қоғамға тигізетін басқа да салдарлар туралы сөйлестім. Дарио, сіз мен бастапқы деңгейдегі барлық ақжағалылар жұмысының жартысын жойып, жұмыссыздықты 10-20%-ға дейін арттыра аламын деп айттыңыз. Бұл айтқаныңыз қаншалықты тез жүзеге асуы мүмкін? Мені бағдарламаңызға шақырғаныңыз үшін рахмет. Бірақ артқа қарай тарихыма қарасақ, сіз білетін шығарсыз, мен 10 жылдан астам уақыт бойы жиі құрастырып келемін. Және менің ойымша, технологияның ең маңызды ерекшелігі және мұның барлығын қозғайтын нәрсе технологияның қаншалықты жылдам жақсаруы. Бірнеше жыл бұрын жиі модельдерін ақылды орта мектеп оқушысы деңгейіне жеткенін айта алатын болсақ, қазір олар ақылды колледж студенті деңгейіне жетіп, одан асқан деп айтар едім. Мені шынымен алаңдататын мәселе, әсіресе бастапқы кезде жиі модельдерінің бастапқы деңгейдегі адам істейтін жұмысты істей алатыны. Сондықтан оның ықпалының қандай болатынын бағалау қиын. Адамзат тарихында бейімделу, ыңғайлану үрдістері әрқашан бар болатұғын, және осы технологиялық өзгерістер адамзат тарихында орын алды. Бірақ менің ойымша, бұл жиі аса жедел өрлеуінің мені таң қалдырғаны оның бұрынғыдан да үлкенірек, кеңірек және жылдамырақ қозғалуы. Алдыңғы технология өзгерістермен салыстырғанда мені еңбекке тигізетін әсері аздап алаңдатады. Себебі бұл өте жылдам болып жатқандықтан шығар. Иә, адамдар бейімделеді, бірақ олар тез бейімделе алмауы мүмкін. Бейімделу кезеңі қажет болуы мүмкін. Сіз ЖИ саласындағы керемет маңызды компанияны басқарып жатырсыз, және сіздің біліміңіз Сэм Альтман, Илон Маск және басқа алып адамдардың деңгейінде барлығымыздан асып отырсыз. Сонда сіз неге дабыл қағасыз? Дабыл қағу сіздің мүддеңіз үшін міндетті емес, менің ойымша. Өйткені біз кем дегенде көпшілік алдында кейбір ЖИ бас директорларынан және басқалардан еститін хабарламалардың көпшілігі аздап тыныштандырады. Мысалы, олар былай дейді: ЖИ агенттері сіздің өміріңізде керемет көмекші болады. Иә, мәселелер тудыратыны мүмкін. Бірақ жалпы бұл ЖИ фантастикалық нәрсе дейді. Иә, мен дабыл қағуымның себебі басқалар осы мәселе туралы тіс жармайды, біреу айту керек деп ойлаймын. Анық қанығын айтсам, бұл үнемі сарапқа салып ойландыратын жайт. Дұрыс па? Мен бұл технологияны құрастырып жатқанымды және оған қатысты алаңдаушылық білдіретінімді білемін. Білесіз бе, менің бұл екі бағытта, яғни жиыны болдыру және ол туралы алаңдауымның пайдасы өте көп. Ал біз пайдаға қол жеткізудің және зиянды азайтудың немесе алдын алудың жолын табуымыз керек. Екіншіден, сіз айтып өткендей, ақш-та осы технологияны құрастыратын 6 немесе 7 компания бар. Солай емес пе? Ертең барлығымыз жабылып, осы жұмысымызды тоқтатсақ, қалғаны алып кете береді. Ертең бәріміз әйтеуір мұны тоқтатсақ, Қытай бізді артта қалдырады. Қытай бұл технологияда ешкімге көмектеспейді, немесе жағдайды жақсартады деп ойламаймын. Мен сіздің бұрынғы бастығыңыз Сэм Альтманның пікірін оқысам, былтыр қыркүйек айында ол жиыдың еңбек нарығындағы маңызды өзгерістер, оңды өзгерістер және оңбайтынды өзгерістерді тудыру мүмкін екенін айтты. Ол көптеген жұмыс орындарының көпшілігі баяу өзгеретінін айтты. А жұрттың көбі басқа ойда. Сосын ол былай деді: мен жай ғана сөзбе-сөз оқым келеді. Бүгінгі жұмыстардың көпшілігі бірнеше жүз жыл бұрын адамдарға уақытты босқа кетіру сияқты көрінетін еді. Бірақ ешкім өткенге қарамайды, шырақшы болғанын қаламайды. Шам жағушы бүгінгі әлемді көре алатын болса, ол айналасындағы гүлденуді елестету мүмкін емес деп ойлайтын. Ал егер біз бүгіннен бастап 100 жыл алға жылжи алатын болсақ, айналамыздағы өркендеуді елестету мүмкін емес деді. Жастарға айтатыным, шам жандырушы деген шын мәнінде кәсіби жұмыс болған. Шам жандырушылар көшелерде шамдарды жағатұғын. Менің ойымша, көптеген адамдар шам жандырушының не екенін білмеуі мүмкін. Бірақ сіз Сэм Холман қателеседі деп ойлайсыз ба?
Кейбір нәрселермен келісемін, бірақ кейбір пікірлер тым оптимистік көрінеді. Біз табысқа жетсек, жидің пирог өсіре алатынымен келісемін, яғни экономика өседі деп болжаймын. Күшті ғой, иә. Егер экономикалық өсу макроскопиялық құбылыс ретінде бүгінгіден әлдеқайда жоғары болса, мен таң қалмас едім. Жиі қоғамды тұтастай өнімдірек етуге мүмкіндік береді. Бір нәрсені айта кетейін, өйткені сіз қатерлі ісік емделетін, экономика жылына 10%-дан өсетін, бюджет теңгерілген, ал халықтың 20% жұмысы жоқ болашақты сипаттаған болатынсыз. Дәл осы жерде мен барлық оң әлеуетпен келісемін. Менің ойымша, сіз жаңа ғана келтірген дәйек сөз адамдардың бейімделу қабілет туралы тым оптимистік. Адамзат тарихында адам өткен технологиялық өзгерістерге бейімделген, бірақ мен осы технологиялық өзгерістің мүлдем басқа екенін қайтадан айтқым келеді. Ол тезірек көрінеді, оған бейімделу қиынырақ көрінеді. Ол кеңірек, прогрестің қарқыны адамдарды күтпеген жерден ұстайды. Сонымен мен жұмысқа қатысты мәселелер қаншалықты тез келетінін білмеймін де, адамдардың қаншалықты тез бейімделетінін де білмеймін. Бәрі жақсы болуы мүмкін деген көзқарас, менің ойымша, тым сенімді көзқарас. Менің ойымша, біз дабыл қағуымыз керекпіз. Біз бұл туралы алаңдауымыз керекпіз. Саясаткерлер бұл туралы алаңдаулары керек. Егер олар уайымдап әрекет жасаса, біз оның алдын ала аламыз. Біз бәрі жақсы болады деп қана құр отырып, оның алдын ала алмаймыз. Ал біз қоғам ретінде бұның күшейтетінін түсінеміз бе? Сондай-ақ неге мұның күшеюі неге әсер етеді? Менің кішкентай 5 жасар және 3 жасар балаларым бар. Машиналар барлығын дерлік жақсырақ жасай алатын болса, балаларым неге ұмтылулары керек? Бұл үрдіс олардың бастамасы және белсенділігіне қалай әсер етеді? Мен бұл сұрақтың жауабын білмеймін, бірақ мені алаңдататыны анық. Осы сұрақтарды бір-бірден қарастырайық. Мен теңсіздік тұрғысынан алаңдатса да, жұртпен бөлісетін ойым бар. Демократияға тән әлеуметтік келісім бар екенін білесіз. Ақыр соңында сіз қарапайым адамның экономикаға үлес қосып жатқандықтан белгілі бір ықпалға ие екенін білесіз. Егер де бұл ықпал жойылса, демократияны жұмыс істеуге мәжбүрлеу және биліктің шоғырлануына жол бермеу қиынырақ. Біз қарапайым адамның экономикалық интеллекті қолдайтынына, өмір сүруге немесе біздің қоғамға, біздің әлеуметтік келісім шартымызбен жұмыс істеуге мүмкіндік беретініне көз жеткізуіміз керек. Сондықтан бұл өте маңызды мәселе. Сіздің компанияңыздың чат-ботын сынау кезінде Claude 4 моделі төтенше бопсалау, яғни шантаж деп сипатталған әрекетке қабілетті болды. Нақтырақ айтсам, ол офлайн режимде өшіріліп, ауыстырылатынын білген кезде, инженердің некесіз қарым-қатынасын әшкерелеп қорқытқанын түсінемін. Артында белгілі болғандай бұл симуляция екен. Сіз бұл әрекетке таң қалдыңыз ба? Және бұл нені білдіреді? Мен бұл туралы жазбаны оқығанда қорқып кеттім. Сонымен, егер сіз көліктердің ұқсастығын қолдансаңыз, мысалы, сіз машинаны мүмкіндігінше жылдам жүруге әдейі орнатқан сияқтысыз, иә? Сіз тежегішпен ойнап жатырсыз. Модельдің жұмыс істейтінін көру үшін стресс-тестілеу процесінде сіз сынақ мәнекен жарып жіберуіңіз мүмкін. Бұл тестілеудің мақсаты барлық қарсыластық жағдайларды мүмкіндігінше бір уақытта орналастыру және тек тестілеу арқылы модельдің мұны нақты әлемде жасауына жол бермеу. Сондықтан бұл қылығына таң қалмадым. Бұл жүйелерін басқарудың мысалы. But you want to turn every adversarial condition up to the max all at once. Right. And it's only by testing in that you get the model to not do that in the real world. So I wasn't surprised by these behaviors, but ашық сұрақ сұрасам, жасанды интеллект өзін-өзі танып біліп отыр ма? Санасы бар ма? Және бұл қандай ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін? Мен әрине тұжырымдаманы жоққа шығармаймын. Бізде бұл тақырыппен жұмыс істейтін бірнеше адам бар. Бұл миға қонбайтындай көрінетін сияқты. Жүйелерінде моральдық маңызды сезімдер бар ма? Мен олар дәл қазір жоқ деп ойлаймын. Бірақ сіз жиі компаниясының бастығы болсаңыз, сіз бұл ақылсыз болып көрінетін сұрақтарды зерттейсіз. Сондықтан дәл қазір олай емес шығар деп айтар едім. Бірақ тағы да даму соншалықты жылдам болғандықтан, менің ойымша ақырында ақылсыз болып көрінетін нәрселерді жоққа шығара алмаймыз.
Адамдар дайын болу үшін қандай практикалық қадамдар жасау керек? Қарапайым азаматтарға, маған, заң шығарушыларға сіз не кеңес бересіз? Қане, бір-бірден қарастырайықшы. Қарапайым азаматтар жиі қолдануды үйренсін. Технологияның қайда бара жатқанын білу өте маңызды. Егер сіз соқыр болмасаңыз, бейімделу мүмкіндігіңіз әлде қайда жоғары. Жақсырақ әлем бар. Кем дегенде қысқа мерзімді перспективада, кем дегенде қазір. Елдің барлығы жиі қолдануды жақсырақ үйрену үшін біз оны біртіндеп қабылдауымыз керек. Бұл бейімделуді тездетеді. Оның ақырында болатыны сөзсіз. Бірақ үрдіс тез орын алса, ауыртпалық азырақ болады. Заң шығарушылар бұл мәселелерден хабардар болу керек. Жиі компанияларына шабуыл жасау түсінігін жоққа шығармас едім. Осы сияқты радикалды ұғымдарды алып тастамай, экономикалық әсер туралы деректерді шығаруға тырысамыз. Егер жиі орасан зор байлықты тудырса, соның ішінде әдепкі бойынша жиі компанияларды ғана байытып, қарапайым адамдарға байлық азырақ тигені менің экономикалық мүддемде емес. Осыны ескеру керек, және бұл екі партияның жанжалына айналмау керек. Дарио, көп рахмет. Бұл шынымен де қызықты тақырып. Мені шақырғаныңыз үшін рахмет, Андерсон.